Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мимоза деп аталатын салат түрін ұсынбақшымын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Салатты өзіңіздің қалауыңызша арнайы формада жасауға болады. Мен дөңгелек пішінді формада жасадым. Бізде бұл жерде картоп, сәбіз, жұмыртқа асылған. Бірінші қабатта бізде үкіштен өткізілген картоп. Жақсылап қасықпен орналастырамыз. Үстінен майонезді жұқалап жағып шығамыз. Одан соң үкіштен өткізілген сәбізімізді жақсылап орналастырамыз. Және де оның үстінен майонезбен жұқалап жағып шығамыз. Және де үшбұротымызды үшінші қабат ретінде салып шығамыз. Үстінен майонезді жағып тегістейміз. Одан соң жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып, ақ уызын үкіштен өткізіп саламыз. Оның үстінен майонезбен жағып шығамыз. Соңғы бөлік бізде бұл жұмыртқаның сары уызы, жақсылап бетіне салып шығамыз. Енді ақырындап формамызды аламыз. Өзіңіздің қалауыңызша салатты ақ желкенмен әсемдеуге болады. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын болды. Мен де енді осындай ақ желкенмен әсемдеп шықтым. Сіздер басқа затпен әсемдесеңіздер болады. Енді екінші тәрелкемізде дәл осындай қылып жасап шығамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Мимоза салатының барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.